Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 15-ші сабақ. Бүгінгі тақырып жақсы деген немене, жаман деген немене. Бүгінгі сабақта тақырыпты мультфильммен салыстырасын және қажетті мәліметті алып сызбаға түсіресің. Бірінші сабақ тақырыбының қалай аталып тұрғанына мән бер. Осы сұраққа сен қалай жауап берер едің? Жақсылық пен жамандық ертегісін есіңе түсір. 2-ші сыныптың хрестоматиясында берілген. Әрқашан жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену керек. Жақсы деген адалдық, мейірім, шындық. Жаман деген өтірік, ұрлық, әдепсіздік. Жақсылық пен жамандық ертегісінде де жақсылық жасаған адамның жолы болатыны көрсетілген. 2-ші тапсырма, мақал-мәтелдерді түсініп оқы. Әр мақалда не туралы айтылған негізгі оймен сәйкестендір. Анаңды Меккеге 3 рет қайта арқалап апарсаң да қарзыңнан құтыла алмайсың. Негізгі ойы балалар, анаңды сыйлау. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Туған жерге сүйіспеншілік. 6 алау болса ауыздағы кетеді, 4 түгел болса төбедегі келеді. Бұл бірлік, ынтымақ. Елді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Негізгі ойы намысшыл. Білемін деп мақтанба, сенен де білгіш табылар. Бұл негізгі ойы мақтаншақтық екен балалар. Балалар, келесі 3-ші тапсырма, мүмкіндігіне қарай ғаламтордан жақсылық пен жамандық ертегісі бойынша түсірілген мультфильмді көруге болады. Сол мультфильмнен қандай жаман әдеттер мен жақсы қасиеттерді байқадың, айтып бер. Жақсы қасиеттері адалдық, мейірімділік, достық. Жаман әдеттері өтірік, қызғаншақтық, зұлымдық. 4-ші тапсырма, жақсы сары жолақ пен жаман қоңыр жолақ нәрсені айырып жаз дейді. Жақсыны сарымен жазамыз. Әдепті болу, шыншыл болу, үлкенді сыйлау, көмектесу, еңбекқор болу. Енді қоңыр жолаққа жаман, өтірік айту, үлкенді сыйламау, досқа қиянат жасау кіреді екен балалар. Соңғы 5-ші тапсырма, сұрақтардың әрқайсысына 5 мақалмен ауызша жауап бер. Жақсы деген немене, жаман деген немене. Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.